Себепсіз сізді ренжітіп немесе қорлаған адамды Аллаға тапсырыңыз. Қарғау, қарғыс айту өте ауыр күнәлар болып табылады. Алла тағаланың жаратқанына қарғыс айту өте ауыр күнә. Сізді себепсіз ренжіткен адам болса, оны Алланың төрелігіне қалдырыңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед бұл жөнінде былай деп айтқан: егер кімде-кім өзін ренжіткен немесе қорлаған адамға дұға жасайтын болса, онда қиямет күні ренжітілген емес, ренжіткен адамның үстемі артық болады. Егер әлде бір себепсіз түрде біреуді қарғайтын болса, оның қарғысы көкке көтеріледі. Көк оны қабыл етпейді де. Әлгі қарғыс жерге де түсіреді, бірақ жер де оны қабыл етпейді. Қарғыс дүние жүзін шарлап жүріп, ақыр соңында оны айтқан адамға қайтып оралады. Сол себепті қарғыс айтуда аса сақ болған жөн. Әдетте сап-сау жүрген адам сырқаттанып қалса, мені дуалап тастады дейді. Алайда әлгі адамның өзі себепсіз түрде өзге бір адамға немесе жаны бар адамға тіл тигізіп алғаны есіне де кіріп шықпайды. Сондықтан кімді ренжітіп алған немесе қорлап, артық ауыз сөз айтып қойсаңыз, кешірім сұрасаңыз, сол сырқаттан жазыла бастайсыз. Әйтпегенде қиямет күні біздің жақсы амалдарымыздың бәрі бізге тіл тигізіп, бізді ренжіткен адамға жазылып кете беретін болады. Ренжіткен адамға қалай жауап беру керек? Бірде шәкірті ұстазынан: ұстаз, егер де мені біреу ренжітсе, қатты сөйлеп көңіліме ауыр сөз айтатын болса, оған қандай жауап қайтаруым керек деп сұрайды. Ұстазы: сен ағаштың түбіне отырсын дедік. Бір кезде басыңа ағаштың бір шыбығы түсіп кетті. Қандай әрекет жасайсың дейді. Шәкірті бірден жауап береді: не істейсіз дейсіз бе? Бұл жай сәйкестік қой. Бір тал шыбықтың мен отырған кезде басыма түсуі сәйкестік қана деп ойлаймын. Сонда ұстазы: міне дәл солай. Біреу ашуға беріліп, ызаланып, сені кемсітіп, сені емес, өзін төмендетті. Ол ағаштан жерге түскен талдай нәрсе. Бір шыбыққа бола сен уайым қайғыңды салынбайсың ғой. Сондықтан ол адам сені алаңдатпасын деп жауап береді. Және де көңілге тиетін сөздер естіген кезде не істеу керек? Бірінші, бейтарап қалу. Иә, жыныңыз қайнап, ашуыңыз келіп тұрғанда қалай бейтарап қалуға болады? Оп-оңай. Мысалы, мына бір жағдаймен салыстырып көріңізші. Көше бойымен келіп бара жатсыңыз. Түнде жауған жаңбырдан қалған шалшыққа кезіктіңіз. Сіздің әрекетіңіз қандай? Шалшықты кешу өту ме? Әлбетте жоқ. Сіз кері шегінесіз де айналып өтесіз. Балағат кемсіту сөзі де шалшықпен істес. Сіз оған мейлінше назар аудармасаңыз, жәбірлеушісі тарап өзі-ақ талап кінәлі айналып шыға береді. Бұл күш-қуатты сақтаудың қарапайым заңы. Сізді ренжіткісі келетін адам сізге негатив энергиясын жөнелтеді. Ашудың бірнеше себептері бар. Көбінесе реніштер сіздің басқа адамдардан қате күтуіңізден туындайды. Жағдайы, қарым-қатынасы адамдарды бағалай алу үйреніңіз. Реніштің тағы да бір қайшылықтар, келіспеушіліктер және олардың әрқашан бірге екенін түсіндіріңіз. Өздігінен бұл құбылыстар бейтарап және ол қатысушының мінез-құлқына байланысты түске ие болады. Дәл қазір кезде қарым-қатынасты нәтижесінде жан тыныштығы жақсы өмір сүрудің жаршысы. Өйткені алаңсыз, уайымсыз өмір сүру бұл сіздің жетістігіңіз. Ал шынымен де жетістікке жетіп, бақытты өмір сүру формуласын қалыптастырған болсаңыз, сіздің аталған жеті заңдылықты білуіңіз керек. Немесе өзіңіздің ішкі жан тыныштығыңызды сақтау ережеңізді бізге ұсынып көріңіз. Не ойласаң, соны іске айналуы заңдылық. Ол бірінші сыр. Сіз жаман ойдан арылмасаңыз, алдыңыздан келеңсіздіктер шыға береді. Сеніңіз, бұл ақиқат. Кешірім іште жатқан үлкен ұлылық. Бірақ осынау ұлылықты сыртқа шығару үшін тәкаппарлықтың алдынан өту керек. Нәпсіңізді тежей алсаңыз, сіз бәрін де жеңесіз.
кешіре білу де өнер. Өйткені кешірім сұрау үшін бүкіл жан дүниеңіз тыныштықта болу керек. Кешіре білу біреуге бақыт сыйлаумен тең. Бұл заңдылықты әр күн сайын, әр әрекет сайын қайталанып, дағдылана пайдалану керек. Сіздің әрбір әрекетіңіздің өзі мәні бар. Айтылған сөз атылған оқпен тең деген бар. Ендеше сіздің әрбір сөзіңіздің іске айналар кезі бар. Және өзіңізге тән мәні мен мағынасы да жоқ емес. Сондықтан да не істесеңіз де ойланып барып істеуге тырысыңыз. 7 рет өлшеп бірлеп кесіңіз. Түсінуге тырысыңыз. Өйткені өзгелерді түсіну арқылы сіз өзіңізді де тани аласыз. Өзгені көп тыңдаңыз және жай тыңдап қоймаңыз, түсініңіз. Сіздің ойыңыз 7, 2 түсінік бір-бірімен табысып, әріне әрекетке өтесіз. Ал бұл түсініктер сіздің жан дүниеңізді тыныштығын сақтауға көмектеседі. Өзіңізді жеңе біліңіз. Дәл қазір сізде қандай ой мазалап отырсаңыз да, сол ойды жетегінде кетесіз. Алла тағаланың адам баласына берген асыл қасиеттерінің бірі кешірімділік. Кешірімді болу адамдар арасында жарастырады, біріктіреді. Мына әлемнің пәни екенін сезіндіреді. Кешірім жасыру арқылы біз бітпес даудың түйінін шешіп, ата жаудың адал достыққа айналдырамыз. Мысалы, өзгелерді кешірімді болу, кешіріммен қарау мейірімдікке жол ашады. Ал кешірім сұрамау және оны кешірмеу адам өмірін түпсіз тұңғиыққа тірейтін жағымсыз қасиет. Сондықтан арадағы өкпе назды ұмыттыратын ең жақсы қасиет ол кешірімділік. Ислам кешірімділік пен бауырмалдықтың діні. Ислам осындай жетістіктерді кешіріммен жетеді. Себебі кешірімді адамдар арасында сүйіспеншілікті нығайтады. Адамдар арасында араздықты басын біріктіріп достастырады. Бір-бірін алыстан кеткен адамдар арасын жақындатады. Кешірім бейбіт өмір сүруге жетелейді. Міне, ислам дінінің басты талабы осы. Менің каналыма жазылып, мені қолдап отырыңыздар, сау болыңыздар, рахмет.